Сосын мен мынадай нәрсені айтып өтейінші, енді бұны көп ақпарат бәрі айтылып жатыр ғой барлық жерде. Бүгінде біраз жерден көрдім. Негізі Реалдың ортасында жүрегі болатын Европа, яғни енді бір ақ нәсілді, аппақ, яғни сондай европалық жетіспейтін сияқты. Тони Кросс дейсіз ғой. Кросс болсын, енді кім бұрын мысалы мінезі бар Рамостар қандай еді, ойынды сүйреп алып шығып, өзі баспен салып көтеріп шығатын сондай бір не жоқ болды. Рамостар осы жарақат алмайтын еді ғой. Рамос бір айға 2 айға кетіп қалыпты дейтін нәрсе. Қазір енді ол тек қана ойыншыға ғана емес, ол командадағы дәрігерлерге, физикалық жаттығуға жауапты мамандарға да байланысты ғой. Қазір енді ойындардың саны көбейіп жатыр ғой, тек қана чемпионат емес, ұлттық құрамалардың да, ұлттар лигасы деген сияқты. Мысалға матчтан кейін Куртуаның сұхбаты шықты, ол айтып тұр, бізде орталық шабуылшы жетіскен жоқ дейді. Былтыр мысалға естеріңізде болса Баварияға Хоселу дубль жасады. Енді сондай бұрын Бензема болды, Игуаин болды, әр жылдарда бір Реалда сондай бір шабуылшылар жүретін. Қазір мүлдем ешкім қалмаған.